Каспий банктен кредит алған тиімді ме, әлде мүлде алмаған дұрыс па? Біз қазір соны тексеріп көреміз. Бірінші, Каспийдің приложениесін ашамыз, яғни қосымшасын. Наличка дегенді басамыз, 1 миллионға дейін наличка кредит алуға болады екен. Енді ары қарай өзімізге керек сумманы жазып көрейік. Мысалға, әдеттегідей 1 миллион теңге. Жалғастыру дегенді басамыз, және бізге ай сайын 45.339 теңге төлеуіміз керек. Бірақ бұл 48 айға деп тұр, бізге 12 айға. Егер біз 12 айға төлейтін болсақ, онда 104.990 теңге. Және банктерде аннуитетті және дифференциалды деген төлем жүйесі болады. Мына калькуляторда ол көрсетілмеген. Каспий оны айта ма, айтпай ма, бізге ол жағы белгісіз. Қазіргі жағдайда бізде переплата 259.878 теңге. Бұл деген сөз жылына 25%. Яғни сіз келесі 24 айға алатын болсаңыз, ол 2 есе өседі міне. Көріп отырғандарыңыздай 84%, мына жерде 53%, және мына жерде 25.9, 26% деп алайық жылына. Бұл деген сөз өте көп. Яғни Каспийден 26% пен кредит алу тиімсіз. Және бұл әр қарай дәл осылай бола ма, болмай ма, мен нақты білмедім. Кейін бұл өзгеруі мүмкін. Қазіргі жағдайда бұл дәл осылай. Кейбір адамдар бұл Каспийден кредит алу өте оңай деп айтады, сондықтан проценті де жоғары болу мүмкін деген секілді. Дегенмен өте тиімсіз пайыздармен тез кредит алу деген кішкене нелогичны. Сондықтан мынандай кредиттерден мүлде аулақ жүру керек.